Burungu telefonlar. Bir. Barma. Alo. Eski radyolar. Bizim ağamızın үйінде бар еді, осыған ұқсас бір. Осыған ұқсас шығар негізі, осыған өте үлкен емес болады, бірақ осындай маркалары Хитро дейді, Philips, мықты маркалар. Сол кезде де мықты болған ғой, Philips радио дейді. Таспалар. Енді бұған ұқсасы бізде болған, ұқсасын мен айтайын. Осыған ұқсас болған. Біз бала кезде кішкентай адам қайыр деп артынан іздеп жүргенбіз. Осыған ұқсас болған. Бірақ российский. Philips баяғы марка. Қазір марка. Сол кездегі мықты марка. Радио дыбысы кәдімгі бұрынғыша шығып тұр. Хорошо. Ностальжи. Біз осындай тамақта болған, дәл осындай. Екі түрісі болды ғой, біреу таспамен, біреу таспамен болды, біреу осындай тамақпен болды ғой. Қазір бар ма? Білмедім енді. Одан кейін сәл дами келген кезде андай кішкентай таспалар болған. Радиолар. Осындай телефон бізде болды. Nasıl iyimiz? Бірақ бізде российский болды әрине. Samsung'u ұялы телефон дейді, 1999 жылғы телефон екен. Ода бір тарих болып қалды. Жаңа телефондар болып шығып жатыр бір кездерде. Алғашқы ұялы телефондар. Sekreterlerden kullanırdım. Typewriter diyiniz ben de. Tak çalışıp şöyle. Daha getirdi. Bunları da gördük koy. Компьютер çıkan edeyim. İzdep kaytan bastık basıp жаза береді. Көрген сияқты бірақ ана сағаттар. Және бір қызығы жағдай тағы да болды, айта кетейін. Төмен қарай сатымен түскен сияқты, екінші жаққа шығып кетіппіз. Бір қызығы. Сондай бір жағдай. Мына таспалар. Технологияның тарихы екен. Күре сағаты дейді. Яғни биікте тұратын сағаттар. Бізде осыған ұқсас бір сағат болды да. Дәл осыны емес енді. Осыған ұқсас та. Және біз кіріп келгенде. Біз төмен қарай түскен болатынбыз, бірақ екінші жаққа шыққанбыз. Қызық.